Қайырлы күн достар, химия 10 сынып 3 тоқсан тотығы тостан реакциялары бөлімінің 2 нұсқасын қарастырамыз. Оқу мақсаттары көрсетілген тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: тотығу дәрежесі ауыспалы элемент атомдарының сипаттамасын формулалармен сәйкестендіріңіз дейді. Тотығу дәрежесі бірінші тотығу дәрежесі жоғары атомдар, яғни мына жерде тотығу дәрежесі 0 болып тұр, азоттың, мына жерде +5 болып тұр, мына жерде -3 болып тұр. Осының ішінде жоғарысы ол мына +5 тотығу дәрежесі. А-да 2 болады. Тотығу дәрежесі төмен атомдар, ол мына -3 тотығу дәрежесіндегі азот. Б-да 3 болады. Және тотығу дәрежесі аралық болып тұрған, бұл жерде мына 0 тотығу дәрежесінде тұрған азот, сонда С болады. С-да 1. Келесі тапсырма: берілген реакцияларды электрондық баланс әдісіне теңестіріңдер. Бұл жерде электрондық баланс әдісі берілген. Сондықтан біз тотығу дәрежесі өзгеріп тұрған сонда марганец -2 +1 2 4 8 1 1 1 8 1 аламыз 7. Мына жерде +7 болып тұр. Ал мына жерде марганец 1 2 2 +2 болып тұр. Және бізде хлор мына 0-ге шығып тұр. Жайдақ күйінде ол реакцияға дейін -1 болды. Сонымен тотығу дәрежесі өзгерген бізде марганец және хлор атомдары. Осылар төменге түсіреміз. Марганец +7 тотығу дәрежесімен марганец +2 тотығу дәрежесіне дейін өзгерді. Тотығу дәрежесі +7-ден +2-ге дейін кеміді. Егер де кемісе, демек қосып алды 5 электрон. Келесі хлор -1 тотығу дәрежесімен хлор 0-ге дейін өзгерді. Атомдардың санын теңестіреміз. Тотығу дәрежесі -1-ден 0-ге дейін артты, значит беріп жіберді. Bir хлор 1 электрондан, мына жерде 2 атом болғандықтан 1-ден 2 электрон беріп жібереді. Сонымен бізде 5 және 2 деген сандар шықты. Бұл сандардың ең кіші ортақ бөлгіші 10. 10-ды 5-ге бөлсек 2 шығады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 шығады. Демек мына реакцияны теңестіру үшін біз хлордың алдына 5 қоямыз және марганецтің алдына 2 қоямыз. Қайтадан жазайық. Калий, сіздерге түсінікті үшін мына жерге жазып, қайтадан теңестірейін. Калий марганец болып тұр. Қосылған H хлор шығады. Калий хлор қосылған марганец хлор 2, қосылған хлор 2, қосылған H2O. Енді теңестіру үшін хлордың алдына 5 қою керек, хлордың алдына. Хлордың алдына 5 қойдық. Енді марганецтің алдына 2 қоюымыз керек. Мына марганецтің алдына 2 қоямыз және мына жердегі марганецтің алдына 2 қоямыз. Мына жерде марганецті 2 қойғанда калийіміз 2 болып кетті. Реакциядан кейін калийді 2 қоямыз. Сол кезде реакцияның соңында 3 жерде тұрған хлор сандары санаймыз. Мына жерде 2 хлор. Мына жерде 2 4 хлор. Мына жерде 2 бесін 10 хлор. Сонда 16 хлор. Мына жерде реакцияға дейін бір жерде хлор 16 болу үшін алдына 16 қоямыз. Сол кезде мына H сутегіміз 16 болып кетті. 16 болу үшін алдына 8 қоямыз. Оттегіміз 8 болып кетті. Және 2 4-тің оттегі 8. Мінекей, реакциямыз теңесті. Енді тотықстану процестерімен заттардың қасиеттерін анықтайтын болсақ, электронды беріп жатыр. Беру процесі тотығу. Қосып алу процесі тотықсыздану. Енді заттардың қасиетіне келетін болсақ, тотығу болса, демек тотықтырғыш мынау, марганец, яғни калий перманганаты тотықтырғыш ТТШ. Ал хлор, H хлор, ол тотықтандырғыш ТТШ. Мінекей, тапсырманы орындадық. Келесі тапсырма: электрондық иондық баланс әдісінің электрондық баланс әдісінен айырмашылығы дейді. Электрондық иондық деген әдіс бар бізде. Және электрондық баланс деген әдіс бар. Енді айырмашылығы тотығу процесінде электрондық баланс әдісінде жеке атомдар жазылатын болса, электрондық иондық әдісінде иондар мен молекулалар жазылады. Сонымен қатар бұл электрондық иондық әдісте реакция жүріп жатқан ортаға қарай қышқылды, көптілі және бейтарап болып бөлінеді. Соған сәйкес су молекулаларын әртүрлі қосады. Ережесіндегі шарттар. Келесі тапсырма: берілген реакцияны мінекей электрондық иондық баланс әдісімен теңестіруге дейді. Енді бұл реакцияны тапсырманы орындау үшін біз мұның алдында электрондық баланс әдісінде тек қана жеке атомдар алған болсақ, енді иондар баланс. Ион өзгеріске ұшырап тұрған ион бізде марганец қышқыл қалдығы, марганец металына дейін өзгеріп тұр. Және мына жердегі натрий SO3-тегі қалдық SO4-ге дейін өзгеріп тұр. Осыларды төменге түсіреміз. Марганец O4-іміз -1 өзгерді. Марганец 2 +ге дейін. Сутек H жағына су қосамыз. Мына жаққа H2O қосып жібереміз. Мына жерде қышқыл тұрғандықтан бұл қышқылдық ортадағы иондық баланс әдісі. Мына жағына сутек атомын қосамыз. Енді реакцияны теңестіреміз. Оттек мына жерде 4, мына жақта 1, сондықтан алдына 4 қоямыз. 2 4 8. Мына сутекті 8-ге теңестіреміз. Үшін алдына 8 қоямыз. Енді зарядтасы мына жерде плюс заряд 8 береді. 8 +7 және -1. +8-ге -1 ол +7-ні береді. +7-ні. Ал мына жақта +8 заряд, мынада заряд 0. Сондықтан мына жақта +2. +7-ден +2-ге дейін кеміді, демек қосып алды 5 электрон. Келесі ион бізде SO3. SO3 2- өзгерді. SO4 2- дейін. Енді мына жағына су қосамыз. H2O, мына жағына сутек катионын қосамыз. Сол кезде бізде оттек сандары теңесіп тұр. Және сутекті теңестіру үшін H катионын алдына 2 қоямыз. Енді зарядтар санайтын болсақ, мынада заряд жоқ. Молекула болғасын -2, ал мына жағы
плюс 2 минус 2 0. Минус 2 0-ге дейін артты, демек беріп жіберді 2 электрон. Так, сонымен бізде 5 және 2 деген сандар шықты. Оның ортақ еселігі 10. 10 5-ке бөлеміз 2, 12-ге бөлеміз 5. Демек мына жартылай реакцияның барлығын 2-ге, мына жартылай реакцияның барлығын 5-ке бөлеміз. Так, бұлай жазайық. 8H плюсті 2-ге бөлеміз. 16H плюс болады. 16H плюс. Шығады. Так, қосылған. Марганец O4 біреуге 2-ге бөлеміз. 2 марганец O4 болады. Минус. Бұл жартылай реакция бітті. Енді екіншінің жартылай реакциясын 5-ке бөліп жазып аламыз. Так, H2O-ны 5-ге бөлеміз. 5H2O қосылған 5SO3 2 минус. Стрелка. Енді мына реакцияны жазамыз 2-ге бөліп. 2 марганец 2 плюс қосылған 2 4 8 H2O қосылған төмендегіні жазамыз. SO4-ті 5-ге бөлеміз. 5 SO4 2 минус қосылған 2 5 10 H катион. Енді бірдей иондарды қысқартамыз. Қысқартатын болсақ, H катион 16 және 10. Мына 10 кетеді. Мына 16-ны 10 кетеді, 6 қалады. 6 H катион қалды. Так, марганец O4 дегенде жоқ. H2O бар екі жағында. 5 H2O және 8 H2O. 5 H2O кетеді. Мына 8-дің 3-еуі қалады. Марганец жоқ, SO3 жоқ, SO4 жоқ. Болды. Енді реакцияны теңестіреміз. Так, мына жерге реакция теңдеуін қайтадан жазайын мен. Калий, марганец O4 қосылған. H2SO4 қосылған. Натрий 2 SO3 шығады. Марганец SO4 қосылған. Калий 2 SO4 қосылған. Натрий 2 SO4 қосылған. H2O. Енді мына қалған иондар арқылы теңестіреміз. Реакцияның сол жағында H катионның саны 6 болу керек. H бізде жалғыз бір жерде тұр. 2 рет бірге 6 болу үшін алдын 2-ге бөлсек, 2-ге бөлсек 3 шығады. 3 қоямыз. 3 6 болып теңесті. Так, марганец O4 ионы 2 болу керек. Демек, ол калий марганец O4-тің құрамында тұр, алдына 2 қоямыз. SO3-тің саны 5 болу керек. SO3 ол натрий SO3-ке 4, сондықтан алдына 5 қоямыз. Реакциядан кейін марганец 2 плюс ионы 2 болу керек, алдына 2 қоямыз марганец сульфатын. Так, H2O бізде 3 болу керек. Алдына 3 қоямыз. SO4 сульфат 5 болу керек. SO4 сульфат ол натрий сульфатында тұр. Және калий сульфатында тұр. Енді қарайтын болсақ, так, натрий сульфатына 5 қоямыз. Так, енді санайық. Калиеміз 2 тең. Натриеміз 2 10, 2 10 тең. S-ті санайық. S мына жерде міне 3-еу, мына жерде 5-еу, 8S бар. Так, 2-еу, 1-еу, 3-еу және 5-еу 8 теңесті. Енді сутекті санайтын болсақ, 2 үшін 6 сутек, 3 үшін 6 сутек. Ал енді оттекті санайық. 2 4 мына жерде 8 оттек бар. Мына жерде 4 үшін 12 оттек бар. Және мына жерде 3 5 15 оттек бар. Сонда 8-ге 12 20, оған 35, общий 35 оттек бар. Так, реакцияның мына жағында санаймыз. Мына жерде 2 4 8 оттек бар. Мына жерде 4 оттек бар, 12 болды. Мына жерде 4 5 20 оттек бар. Мына жерде 3 оттек бар. Так, 4 5 20, мына жерде 4. Мына жерде 2 4 8 12, 13 4 15, 12 20 35. 35. Оттектің саны теңесті реакция тең. Мінекей осылай орындайсыздар. Келесі тапсырма. Суреттегі берілген процестерді пайдаланып, мына тоқ түзуші реакцияны теңдеу бойынша гальваникалық элементтің сызба нұсқасын құрастырыңдар дейді. Так, гальваникалық элементтің сызба нұсқасын құрастыру керек, мына теңдеу бойынша. Так, бірінші не істейміз? Кітаптарыңызда берілген кестеге олардың электродты потенциалын қарап жазып аламыз. Так, феррум 2 плюс феррумға дейін. Так, оныкі минус 0,44-ге тең. Және екінші купрумның электродты потенциалы, купрум 2 плюс купрум, ол тең плюс 0,34-ге. Екінші анодта және катодта болатын процестер жазамыз. Анодта темір. Енді бұл жерде екеуін салыстырған кезде темірдің теріс мәні үлкенірек болғандықтан ол анодта процесі жүреді. Так, темір 0 тотығу дәрежесінен мына жерде темір 2 плюс дейін беріп жатыр. 2 электронын беріп жіберіп, феррум 2 плюс дейін беріп. Ал катодта мыс тотықтанады. Купрум 2 плюстен, мінекей, купрум 2 плюстен, плюс 2-ден. Купрум 0 дейін беріп жатыр. Купрум 0 дейін. Керісінше қосып алады 2 электронды. Так, сонымен үшінші. Так, біз осы процестердің реакция теңдеуін жазамыз. Феррум 0 тотығу дәрежесінен купрум 2 плюспен әрекеттесіп, феррум 2 плюске дейін өзгеріп, және купрум 0-ге дейін тотықтанады. Так, сол кезде бізде феррум 0, қосылған купрум SO4 шығады, тексеретін болсақ, мінекей, феррум SO4 қосылған купрум 0. Енді осы реакцияның сызба нұсқасын құрастырыңдар дейді, бәрі дәлелденгеннен кейін, егер сызба нұсқасын құрастыратын болсақ, ол деген жаңағы катодта темір, феррум және феррум SO4 болады да, купрум SO4, купрум 0 плюс болады. Немесе тек қана мына барлығын жазбай, бірден мынаны жазып қойсаңдар болады. Ең керегі, мына жерде сұрап тұрғаны осы. Келесі тапсырма. Берілген реакцияның стандартты электр қозғаушы күшін есептеңіз дейді. Электр қозғаушы күші дегеніміз ол электр қозғаушы күші дегеніміз тең катодтағы электрон потенциалдың
анодтағы электрондық потенциалды айырмасына тең. Енді осыдан электр қозғаушы күшін есептейік, тең болады. Мына жерде қате берген 0,-44 болу керек. Темірдікі. Мынанікі +34. Демек, катодта бізде жаңа есіңізге салып кетейік, катодта түзілген ол купрум, ал анодта темір. Сондықтан купрумнан 0,34-тен, мына катод деп тұр ғой. Плюс 0,34-тен азайтамыз минус 0,44-ті. Сол кезде минус шашығанда плюс болып кетеді. Екеуі де плюс, екеуі қосылып 0,78 деген 10 мәнді қабылдайды. Электр қозғаушы күші осыған тең. Келесі. Электролиз дегеніміз не дейді? Электролиз дегеніміз электролит ерітіндісі немесе балқымасы арқылы электр тогын жібергенде электродтарда жүретін жылыту процестерін айтамыз. Электролизге берілген мыс нитратты ерітіндісінің электролиз теңдеуін құрастырыңыз дейді. Мыс нитратты ерітіндісіне. Бұл электролизді оңай түсініп шығару үшін біз мынандай ионкасты алып, осы ионкасқа купрум NO3 екеселенген ерітіндісін құямыз. Сол кезде бұл ерітіндісінде еще су болатынын ескереміз. Екі электродты батырады. Так, мынау катод электрод дейді. Катод деген ол минус. Екінші электрод бізде анод. Ол плюс. Енді сонда мына мыс нитратын ерітетін болсақ, онда бізде мынадай иондар болады осы ерітіндіде. Купрум 2+, және судан H+, NO3 минус және судан OH минус. Осындай төрт түрлі ион болады. Енді мына катодқа теріс зарядты болғандықтан мына плюс H катионмен купрум 2+-ның біреуі тартылғысы келеді. Енді біз белсенділіктеріне қарайтын болсақ, металдың бізде металдың белсенділігі төмен, сондықтан катодқа металл тартылады. Сол кезде катодта жүретін процесс бізде купрум 2+-тен купрумға дейін тотығу керек қой. Так, екі электронды қосылады. Так, енді анодта сұрақ болады. Анод плюс болғандықтан оған OH тартылғысы келеді, минус және NO3 минус тартылғысы келеді. Енді ол тектік қышқыл қалдықтары болған кезде жаңағы анодқа бұлар тартылмайды, гидроксид иондар тартылып, оттек молекуласы түседі. Сондықтан анодта жүретін процесті біз судың электролизі қылып қарастырамыз. H2O 4 электронын беріп жіберіп, оттекті босатып шығарады. Оттек газын бөліп босатып шығарады, және 4 молекула доктатын H катион қалады. Мінекей, катодта купрум түседі, анодта бізде O2 түседі. Енді біз осының жалпы теңдеуін құрастыратын болсақ, бастапқыда ол купрум NO3 екеселенген сулы ерітіндісінде, демек сумен бірге электролиздеді. Электролиз бұл сумен әрекеттесу немесе сумен еріту емес, электролиз түсіне жасамыз. Сонда бізде катодта купрум түседі, қосылған анодта O2 түседі. Енді не қалды? Купрум кетті, O2 кетті. Бізде сонда HNO3 қалады. HNO3 ерітіндіде қалады. Бұл қышқыл. Енді реакцияны теңестіретін болсақ, осыны екеселеп жіберейік. Сол кезде азотымызды 4 болып кетті, алдына қоямыз. Сутемізді 4 болып кетті, алдына 2 қоямыз. 2 × 6, 2 × 12, 12, 14 оттек. 3 × 12, 13, 14 оттек. Реакциямыз теңесті. Мынау катодта түсірген, мынау анодта түсірген. Мынаны тыңдап алып қоюға болады. Жауапқа тек қана осыны жазуға болады. Келесі тапсырма. Мырыш хлоридінің ерітіндісінің электролиз дегенде анодта хлор бөлінді дейді. Катодта мырыш бөлінді. Не бөлінетініне дейін жазып. Хлордың шығынын толық деп есептесем, мырыштың шығынын табу керек екен. Деген ол этасын табу керек мырыштың. Олай болса мырыш хлоридінің ерітіндісінің электролизін жазайық. Мырыш цинк хлор 2 қосылған H2O электролиз процесі. Бізде катодқа мырыш тартылғысы келеді және сутек тартылғысы келеді. Белсенділігі орташа металл болғасын екеуі де тартылады, сондықтан катодта бізде мырыш және сутек газы түседі. Ал анодта бұл оттексіз қышқыл болғандықтан хлордың өзі түседі. Хлор 2 газы қосылған ерітіндіде не қалады? Ерітіндіде мырыштың гидроксиді қалады. Енді мырыш бізде 2 болғандықтан алдына 2 қоямыз, хлорды 4 болып кетті, алдына 2 қоямыз. Сутегіміз 2 4 болып кетті, судың алдына 2 қоямыз. Сол кезде реакциямыз теңеседі. Енді бізде анодта 13-44 литр, 13-44 литр хлор бөлінді дейді, асты 44-8 литр. Және катодта 31-де 2 мырыш алынды дейді, асты 10-65. Бізден сұрайды. Хлордың шығымы толық болса, мырыштың шығымы қанша дейді. Біз ол үшін мынау М практикалық деп алайық. Практикалық. Енді М теориялық табу керекпіз. X деп аламыз. Мырыштың шығымын сұрап тұр. Сондықтан массы практикалық мырыш тең болады. 65 граммды көбейтеміз 13-44-ке, бөлеміз 44-8-ге. Тең болады. 19-да 5 грамм. Енді теориялық бізде 19-да 5 шықты. Теориялық масса 19-да 5. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс түсінбедім ба? Түсінбедім. Мүмкін керісінше хлордың массын табу керек болды ма? Есеп қате берілді ма? Негізі практикалық масса теориялық массадан аз болу керек. Бізде керісінше көп болып кетті. Енді осы бойынша этаны таба білетін болсақ, мырыштың масса практикалықты біз бөлеміз масса теориялыққа. Көбейтеміз 100-ге, 100%-ке. Тең болады. Практикалық массамыз жаңа тауып тұрған, алынып тұрған 31-де 2, теориялық массамыз 19-да 5 болып тұр. 100-ге көбейтетін болсақ, бізде 160% шығып кетті. Бір нәрсе дұрыс емес шығар. Мүмкін керісінше мынаны табу керек шығар. Мынаны табу керек болған шығар. Есептің жауабы қате болар. Онда керісінше жасайсыздар. Так. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге бір жылда сәттілік тілеймін.